Қара батыр деген ерді бала күнде түрікпен елінің жортуылшылары ұстап алып, еліне апарған соң қой бақтырыпты. Аш, жалаңаш сақтап, жөнді тамақ бермеген соң бала қойдың далада сүтін сауып ішіп, сонымен күн көріп жүріпті. Бір күні бала далада қамығып жылап отырғанда алдына бір қарға келіп қонады. Бала қарғаға айтты: "Қарғалар ау, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана, сағынып жүрген әкеме тұмарды бере қалсана." Қарға бір қарғы етті де ұшып кетті. Бір мезгілде сауысқан келіп қонды. "Ай, сауысқан, сауысқан, өлеске жеп тауысқан, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Сауысқан шықшық етті де ұшып кетті. Келіп тырна қонды. "Ұзын мойын тырналар, қайыры бар мырзалар, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Тырна тұрау деді де ұшып кетті. Келді қаз. "Әй, қаздар ау, сізге барды наздар ау, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Қаз қан етті де ұшып кетті. Келді аққу. "Көлден ұшқан қуларым, құс төресі туларым, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Аққу тоқталыңқырап көлденеңдеп тұрды да, ол да ұшып кетті. Біраздан соң қарлығаш келді. "Әй, қарлығаш, тамыр-ай, жауда болдым қалар-ай, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Қарлығаш ұшып олай кетті, ұшып бұлай кетті, ақыр қимай келіп баланың қолына қонды. Бала ойлады: "Әкем тұмарымды көріп таныса да, қай елде екенімді біле алмас, бұған бір белгі салайын" деп, өзінің қолын пышақпен шаншып қанатты да, қанымен тұмар үстіне түрікпен елінің таңбасын салды. Сөйтіп болған соң, тұмарды қарлығаштың мойнына байлап, елінің, әке-шешесінің жерін айтып, ұшырып қоя берді. Қарлығаш ұшты аспанмен, баланың айтқан жоспармен, асқар таулармен, айдын шалқар көлдермен. Бұл ауылға келген соң, қарлығаш әр үйдің төбесіне қонып, адамын байқап жүрсе де, баланың айтқанына ешқайсысы ұқсамайды. Сөйтіп шаршап қалғып отырғанда, бір ыңырсыған кемпірдің дауысы шықты. Құлағын салып қараса, кемпір айтады: "Ау шырағым құлыным, маңдайымда тұлымым, көлге біткен құрағым, жалғыз ұлым шырағым. Жау алды ма білмедім, су алды ма білмедім, аң алды ма білмедім, жөнді біліп шырағым, құрбаның боп өлмедім, 24 ай болды, мен жалғызды көрмедім." "Сен тұра тұр" деп кемпірді тоқтатып шал айтады: "Жалғыз біткен талшыбық, келбетің келген қарағым, бір дерегін білуге, дүниені кезіп қарадым, аш алты ұлпадай жарадым, 12 мүшім секілді, аш күзендей бүгілді, таулардың насаттасындай, берік ақы еді сүйегім, өрт шалғандай егілді. Қайда да кеттің, сұңқарым, үміт еткен тұлпарым, бір көрсетіп алмады, сол ғана болды ау іңкәрім." Онда бір жас қыз бала әке-шешесін тоқтатып сөйлейді: "Нар кескен деген алмастай, асыл еді негізім, бірге туған егізім, сен тұрғанда ойлаушы ем, арғыма қат мінермін, асыл киім киермін, сен құрбымнан ілгері, мен жарқырап жүрермін, биіктен талап тілермін, сауықпен қызық дәурен сүрермін. Егізімнен айырылып, ақша беттен қан кетті, көңілімнен жан кетті, желкілдеп шыққан көк шөптей, жап-жас қана күнінде, міне бізден сән кетті. Әй, қартымыз, көзімнің жасын тартыңыз, мен бүгін бір түс көрдім, әжептәуір іс көрдім, сүмек жору айыңыз. Қолдан ұшқан сұңқарым, қайта қонып жүр екен, үйірден жойған тұлпарым келіп жүр екен. Бізге Құдай бергенді, кісі көрмес өлгенді. Баба түкті үпашты әзіз, нақ сарт болып кетпесе, хабар алып шырақтан бір қарлығаш келгенді." Бұл сөзді есіткен соң, қарлығаш тіптіке шал кемпірдің алдына қонды. Бейшаралар жылап-сықтап тұмарды алып, таңбасынан қара батыр түрікпенге барғанын білісті. Сонан соң ат жаратып, адам жиып түрікпен жұртына барып, көп тарту таралғы беріп, баласын алып қайтты дейді.